Достар, бұл Бени Тока каналы. Сіздермен бірге мен Бени. Олай болса, бүгін біз досымыз екеуміз құрбымызбен бірге театрға келдік. Жүр кеттік. Иә, келе жатырмын. Біз қойылым тамашалауға келдік. Құбыжық пен Қаншайым туралы қойылым болады екен. Олай болса, кеттік, бірге тамашалайық. Бәлкім попкорн аламыз. Иә, әрине. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіңдер ме? Бізге 2 попкорн керек. Жарайды, қазір. Алыңыз. Тағы да бізге сок беріңізші. Қандай жеміштерін берейін? Апельсиновый шейк. Иә, маған да. Қанша төлеуіміз керек? Қазір 3500 теңге. Алыңыз. Ой, ақшаны жиып қойған несі түсінді ма? Алыңыз, өтінем. Рахмет. Біртүрлі қызық адам екен. Ақша жеймай немене? Кеттік, жүр. Артына отырайық. Жоқ, мен сенің алдың отырам. Мейлі. Мұнда отыршы. Олай болса, тыныш отырып тамашалау керек. Онсыз да тыныш отырып тамашалаймыз ғой. Не болды сонша? Ақыл айтып. Құрбым, босқа ренжіспейікші. Әрине, мен де солай ойлаймын. Қане, көрермендер де жиналып қалған сияқты. Қойылымымызды бастайық. Иә, мен де солай ойлаймын. Тез дайындалыңдар. Қане, әркім өзінің орнына тұра қалсыншы. Иә. Ертеде ешкі жыны бөртеде бір қамсада өмір сүріпті. Ол бірде орманда келе жатып, сұлу Қаншайымға кездесіп қалады. Сәлем. Сенің атың кім? Мен сенімен танысқым келеді. Менің атым Айлин. Менің атым Бека. Танысқаныма қуаныштымын. Сен сондай сұлу Қаншайым екенсің. Мен сені өзімнің хан патшалығыма алып кеткім келеді. Білмеймін, ата-анамнан сұрап алуың керек. Жарайды, олай болса мен сені сұрап алып кетемін. Кел, екеуміз отырып әңгімелесейік. Жарайды. Саған қандай гүлдер ұнайды? Маған роза гүлі ұнайды. Керемет, келесі келгенімде мен саған роза гүлін алып келемін. Шын айтасың ба? Әрине шын айтам. Тек сен мен осы жерде күт. Мен сені ата-анаңнан сұрап алып кетуге келем. Жақсы ма? Жарайды.
Келістік. Мына Ханзаданың басын айналдырып ала қалғанын қарашы. Өзі сондай оңбаған қыз екен. Жарайды, жақсы, онда сау бол. Келесі көріскенше. Жақсы, сау бол, мені күт. Жоқ, бұлай болмайды. Сен ол қызға үйлен алмайсың. Сен кімсің тағы? Мен сені қазір сиқырлап тастаймын. Бұл не дегенің? Мен саған не істеп қойдым? Маған сенің қаншайымды жақсы көріп қалғаның ұнамайды. Қане, мына шөптің күшімен сені сиқырлап жалмауызға айналдырам. Сонда қанша сені жақсы көрем екен? Көрейік. Әй, тиіспе маған. Сен не істеп қойдың? Мына түрім не? Енді көрейік бәлемді. Қанша сені жақсы көремі? Жоқ па? Сау бол, құбыжық. Ханзада қашан келер екен? Ана жақта жоқ бекендеші. Осылайша ханшайым Ханзадан ұзақ күтеді. Ханзада болса түрінің жамандығын ойлап, мұңайып, ханшайым оны жақсы көрмей қалама деп қорқады. Не істесем екен? Қанша менің мына түрімді қайтып жақсы көрсін. Бәлкім Ханзада кеп қалар. Оны орманнан өзім іздеп көрсем қайтеді? Алдыңғы жолы осы жерде кездескен сияқты едік. Бәлкім осы жерге кеп қалар. Алдында маған роза гүлін жақсы көрем деп еді. Бәлкім оған сыйласам қуанып қалар. Ой, сен кімсің? Мен сенен қорқам. Қорқпа, мен саған ештеңе істемеймін. Мен тек саған мына роза гүлін сыйлағым келген. Ой, қандай әдемі. Рахмет. Бірақ сен сондай қорқынышты екенсің. Кешір, сені қорқытсам. Жоға, олай емес. Сен сондай мейірімдісің. Рахмет. Мен өзімнің Ханзадамды күтіп отырмын. Қызық, сен оны көрмедің бе? Ханзада дейсің бе? Сен алдыңғы жолы роза гүлін ұнатам деген едің ғой. Сонда сен Ханзадасың ба? Бұл қалай болғаны? Сенің түріңе не болды? Бұл зұлым мыстанның ісі ғой, мені сиқырлап тастаған. Уайымдама, қайтсек те бұл сиқырдың күшін жойғызамыз. Кеттік, бірге сол зұлымды іздеп тауып, бұл сиқырдың күшін жойғызтайық. Сен солай ойлайсың ба? Әрине. Кеттік онда. Сәлем, сендер кімсіңдер? Ой, сен қандай сүйкімдісің? Сен жалмауыздың қорғаны қайда екенін білмейсің бе? Ол мені осылай сиқырлап тастады. Білем, мына жақтан, мынау ағаштардың арасынан ары қарай өссеңдер, ұзын қорған тұр.
Сонда барсаңдар, тауып аласыңдар. Рахмет, өте көп. Сен бізге көмектестің, көп рахмет. Иә, саған рахмет, достым. Олай болса кеттік. Мыналар келе жатыр ғой өзі. Бар жүгір, сен оларға кедергі бол. Мақұл қожайын. Не қып жүрсіңдер мұнда? Біз зұлымды іздеп жүрміз. Жалмауыз мені сиқырлап тастаған. Сен оның қайда екенін білесің бе? Білмеймін. Енді қаттып мына жерге аяқтарыңды бассаңдар, сендерді зынданға тастаймын. Кетіңдер бар. Сен не істеп жатсың? Кет, өзің кет. Ой, мен ұрып жатыр. Бұл екеуіне өзім шықпасам болмады. Ей, сұлым, сен мені сиқырыңның күшін жой. Қане, сен неге оны сиқырлап тастадың? Сиқырыңның күшін қайтар. Олай істей алмаймын. Сен мұны ұсқынсызды жақсы көріп тұрсың ба сонда? Әрине, ол өте мейірімді. Қалай сонда? Түрі жаман болса да ұнай ма? Әрине ұнайды. Сен шын айтып тұрсың ба? Әрине. Алақай. Ура, алақай. Мүмкін емес. Жақсы болды ғой, өздерің қайтып келді. Дұрыс айтасың. Бұл қалай болғаны сонда? Махаббаттың күші жеңді деген осы. Сен қанша зұлым болсаң да, бізді арамызға түсе алмайсың. Саған да мейірімді болу керек. Әрине, ешкімге жамандық жасамасаң, сен де сұлу ханшаға айналар едің. Сендер дұрыс айтасыңдар. Бұл шын ба? Мен әдемі ханшаға айналам ба? Әрине, тек ол үшін мейірімді болу керек. Жарайды онда, мен де мейірімді болам. Ой, керемет! Мен де сұп-сұлу әдемі қыз болып шыға келдім. Иә, сен сондай сүйкімді екенсің. Рахмет, көп рахмет. Мен енді ешқашан жаман болмаймын. Мен өте қуаныштымын. Алақай, енді ханшайымымды алып, хан ордама кетсем болады. Кеттік. Қарашы міне, біз мына үлкен сарайда тұратын боламыз. Ура, алақай! Ой, қандай қызықты. Иә, маған өте қатты ұнады. Назар қойып тамашалағандарыңызға көп рахмет. Рахмет, халқым.
Жарайсыңдар, өте керемет болды, бізге ұнады. Иә, өте қатты ұнады, рахмет. Міне нағыз актерлар. Ай, бүгінгі қойылым өте керемет болды. Отырып демалайықшы. Дұрыс айтасың. Иә, әбден шаршадық қой тегі. Хош иісін ай, терлеп қаппын жаңадан бері. Шашымның да алба-жұлбасы шыққан сияқты. Тарап алайыншы. Иә, қыздар, жақсылап демалайық. Бәлкім кешке бір жаққа барып тамақтанармыз. Мен қосылам. Иә, мен де. Тек кішкене демалып алайық. Кеттік құрбым, қайтайық. Күшті қойылым болды. Құрсын, қайтайық енді. Иә, тастай салайық қоқысқа. Кеттік олай болса. Кеттік. Бүгінгі құбыжық пен қаншайым атты қойылымыз осымен аяқталды. Егер сіздерге каналым ұнаған болса, лайк басып, тіркеліп, мені қолдай кетіңіздер. Сау, сәлемет болыңыздар. Пока-пока.